Қайырлы күн ұстаздар, ата-аналар. Бүгін мен сіздерге ауызша есеп шығарудың оңай жолдарын көрсетемін. Осы сабақты көріп болғаннан кейін сіздер балаларыңызға ауызша есеп шығаруды үйретіңіздер. Егер менің сабағым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазыңдар. Ал енді сіздерге ауызша есеп шығарудың оңай жолдарын көрсетейін. Бірінші, ондықтарды қосу. 29 қосу 32 есебін шығарайық. Ондықтарды қосқан кезде бірінші, ондықтарды қосамыз. 20 қосу 30. Екінші, бірліктерді қосамыз. 9 қосу 2. Үшінші, ондық пен бірліктен шыққан жауаптарды қосамыз. 50 қосу 11 тең 61. 29-ға 32-ні қосқанда 61 шығады. Екінші, сандардан 7, 8, 9-ды алу. Жоғарыдағы есептерді шығару үшін төменгі ережелерді ескеру керек. Бірінші, егер саннан 7-ні алсақ, 10-ды аламыз, 3-ті қосамыз. Екінші, егер саннан 8-ді алсақ, бірінші 10-ды аламыз, 2-ні қосамыз. Үшінші, егер саннан 9-ды алсақ, бірінші 10-ды аламыз, 1-ді қосамыз. Жоғарыдағы есепті шығарайық. 34 алу 7 тең. 34-тен 10-ды аламыз, 24, 3-ті қосамыз, 27. 45 алу 8 тең. 45-тен 10-ды аламыз, 35, 2-ні қосамыз, 37. 83 алу 9 тең. 83-тен 10-ды аламыз, 73, 1-ді қосамыз, 74. Сандарды бір таңбалы сандарға көбейту. 134 көбейту 6 есебін шығарайық. Бірінші, жүздікті бір таңбалы санға, яғни 6-ға көбейтеміз. 100 көбейту 6 тең 600. Екінші, ондықты 6-ға көбейтеміз. 30 көбейту 6 тең 180. Үшінші, бірлікті 6-ға көбейтеміз. 4 көбейту 6 тең 24. Төртінші, осыдан шыққан жауаптардың барлығын қосамыз. 600 қосу 180 қосу 24 тең 804. 134-ті 6-ға көбейткенде 804 шығады. Сандарды 5-ке бөлу. Егер сандарды 5-ке бөлсек, бірінші 10-ға бөлеміз, 2-ге көбейтеміз. Ал енді жоғарыдағы есепті шығарайық. 460 бөлу 5 тең. 460 бөлу 10 көбейту 2. 460-ты 10-ға бөлгенде 46 шығады. 46-ны 2-ге көбейтеміз. Немесе 46-ны 2 рет қосуға болады. Сонда 92 шығады. Екінші есеп. 325 бөлу 5 тең. 325 бөлу 10 көбейту 2. 325-ті 10-ға бөлгенде 32,5 шығады. Оны 2-ге көбейтеміз. 32,5-ті 32,5-ге қосқанда 65 шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы.